Фриланс жайлы клиенттерді қалай тартуға болады? Фриланс, естеріңізде болсын, фриланс деген адам өмір бақи фрилансер болып жұмыс жасамайды. Мықты дизайнерлер кішкене көтерілгеннен кейін ол команда жинайды да, ол студия сияқты болмаса команда болып жұмыс жасайды. Неге? Үлкен проекттер алған кезде жалғыз өзі үлгермей қалады. Сол үшін ол команда жинайды. Сол үшін фрилансер болып андай қатып қалмайды да. Қатып қалу деген нәрсе жоқ. Ол фрилансер ары кетсе, білмеймін, бір 5 жыл бола ма, 6 жыл бола ма, оның адамның өзінің әркім өзіне байланысты. Ал сол жаңағы фрилансер болып жүріп, клиенттерді қалай тартуға болады? Алматыда мысалы Paradise деген бір кафе бар, ресторан бар, Paradise деген. Сол Paradise-тың лағманы дәмді деп айтайық. Сол адамдардың барлығы сол Paradise ашылған күні адам сразу топырлап үйіліп қалған жоқ. Оның бірте-бірте оның сапасын жақсы екенін білгеннен кейін адамдар сол жаққа жинала бастады. Ол сапа дәмді екенін қалай білдірді? Ол реклама жасады, таргет жасады, коллаборация жасады. Мысалы дизайнер, үлкен дизайнер, мысалы ағалар болатын болса, блогер кісілер болатын болса, солармен сөйлесіп, соларға тегін жасап беріп, типа бізге маған реклама істеп берсеңіз, мен сізге мынандай тегін баннерлер жасап беремін десеңіз, қазақ кең пейіл ғой, ондайға ешкім көбісі отказ береді деп ойламаймын. Сөйтіп жаңағы клиентті әкелу үшін каналдарды көбейту керек. Қазір бізде көбінесе Инстаграмға жасаған портфолиосын салып қояды да, Инстаграмға. Клиентті күтіп отырады, қашан келеді екен деп, хэштегтер жазып қояды. Ол жұмыс жасамайды. Ол кәдімгі активный болу керек. Даже бір компаниялар көресіз, дизайны өте нашар. Сіз тұрасыз да сол компанияға арнап тегін 3 баннер жасап бересіз. 2-3 баннер, ары кетсе білмеймін. Сөйтесіз айтасыз, мен сізге мынандай әдемі баннерлер жасап бере аламын. Бағасы да өте қолжетімді, зато сіздің качествоңызды, контентіңізді әдемі қыла аласыз. Охват көбейеді деген сияқты, и конкуренттерден кішкене ерекшеленесіз деген сияқты. Сондай өзіңіз жеке проекттер жасасаңыз болады. Тегін. Сөйтіп мысалы сіз, допустим, 10 компанияға жаздыңыз, дизайны нашар. 10 компанияның екеуі сізге заказ берді. То есть сіз жыламаған балаға емшек жоқ деген нәрсе бар ғой. Өзіңіз ембесеңіз, осылай таба алмайсыз. Ал сөйтіп клиенттермен жаңағы екі клиент дедік қой, ол екі клиент барады да, екі адам, төрт адам айтады, 4 адам, 8 адам деген сияқты. Сөйтіп тарафонкімен, рекомендациямен сіз тарап кетесіз. Сөйтіп клиенттер келеді. Мысалы бізге заказ беретін кісілердің барлығы сарафанкімен келеді көбінесе. Біз ешқашанда логотип жасаймыз деп таргет жібермегенбіз. Болмаса жаңағы таргет, анау ондай реклама жасамамыз. Бізге тек сол жаңағы рекомендациямен келеді да.